Кореяның балабақшаларының жақсы жағы ең біріншісі ол тазалық. Екіншіден бүкіл мұғалімдер, яғни балабақшада жұмыс жасайтын, сол балабақша жасындағы балалардың психологиялық даму, білім беру, қалай дұрыс ойнату, қалай дұрыс оларды сөйлету деген сияқты нәрселердің 4 жыл бойы білім алған мұғалімдер. Яғни жай ғана адам балабақшаға жұмысқа кіре алмайды, тек қана сондай дипломы болу керек. Үшіншіден, жақсы тамақтандырады, яғни тамақта көкөністер, жаңағы жеміс деген сияқты пайдалы тамақты береді. Одан кейін төртінші жағы ойыншықтардың өте көпшілігі. Мен жаңа садикке балабақшаға кірдім. Ана жерде жаңағы дамитын ойыншықтарда, былай қызықты ойыншықтар, соның барлығы 4 түрі бар екен. Одан кейін келесі жақсы жері ол балабақшада ғана емес, олар айына 1 рет музей деген сияқты, кішкентай бала болса да музейге, паркке, неше түрлі сондай сыртқа шығып келеді. Ең жақсы жері ол мұғалімдері күніне қалай өткізген туралы суреттер, одан кейін кішкене жаңа ноут қалдырады, яғни бүгін былай жасадық, мына нәрсе үйреттік деген сияқты. Солысы жақсы. Корея балабақшасының ең бір ғана минусы бар, ол, конечно же, бағасы. Ол қымбат. Негізі кәрістерінің өздеріне ондай қатты қымбат емес, оларға тек жаңағындай жеке заттарын сатып алып бермесе, ал біз енді бұл жақта шетелдік болғандықтан ақшасын төлейміз, ақылы, және ол өте қымбат.